Biz ayolimni және жездемді Жесуді күтіп алуға бара жатырмыз аэропортқа. Мына жерде Олежка осылай гүл алды. Сестрама. И мен сондай бақытты болып тұрмын. Енді Құдай қаласа білесіздер, менде 10 күні ұзату болады. Соған тойға арнайлап Кореядан сестрам, жездем, Жесу үшеуі келе жатқан. Қатты прямо қуанып тұрмын, осы күнді қатты күтіп. Енді Құдай қаласа 10 күні бізде ұзату. Парақшамнан өтіп кетпей қарап отырыңыздар. Күшті видеолар саламын. Сау, поделись Семе, вот мамам әңгімелесіп, сестрамен Жесуді күтіп, жездемді бақытты болып тұрып мамам екеміз. Сондай менің красавица мамам бар. Тойға дайындалып ұйықтамаған да шаршап отыр. Енді мамамыздың арқасы, бәрі әке-шешеміздің арқасы ғой, Құдайға шүкір. Осындай кезде түсінесің әке-шешенің барына. Қосылар көріп отыр дейсіз. Иә, қосылар көреді өстір. Фанаткасы. Күтіп тұрқ. Баршаларыңызға қайырлы кеш. Эфирден шығып, студияның төңірегінде жүрмін. Пробканың басылғанын күтіп, бүгін байқағандарыңыздай эфирде біраз сәл түсініспеушіліктер көп болып кетті. Я, мен кінәлі шығармын, мүмкін барлығында болатын жағдай шығар. Кейде бір сөйтіп эмоциямен айтып қойған жайымыз бар. Еще тікелей эфирде. Енді барлығын түзеттік, Бинурмен сөйлестік, келісілді, шешілді. Бізде барлығы жақсы. Уайымдамаңыздар. Енді алдағы уақытта барлығы жақсы болады деген ойдамын. Достар, барлықтарыңыз қайырлы кеш, қалайсыздар? Бізді кейбір елдер жоғалтып алыпты. Достар, шықпай кеттіңіздер ғой, бәрі жақсы ма, бәрі дұрыс па деп сұрап жатыр, иә? Мадикош екеумізде бәрі жақсы, біз эфирден шықтық. Міне Мадикош қасымда KFC жеп отыр, қарным ашық деп. Қарным ашық кетті. Бүгін дым жеген жоқтық күні кешке шейін. Сол Мадикош үйіне апаратырмын. В общем, бізде бәрі жақсы, уайымдамаңыздар. Құдай қаласа алдымызда жақсы жаңалықтар күтетін шығар. Біздерді дегендей. Ертең кешінші ортадамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Чисто кеште деп сторис салдым болмын мен қазір. Үй жаққа қарай баратырмын. Мына жақта мама бар, маманы жұмысынан алып, үй жаққа қарай кетіп баратырмыз. Үйде келіншегім бар, әже бар, еңірек бар, қызым бар, бәрі бар. Сол, аман болыңыздар. Кешкісін үйге келгеннен кейін кішкене өзіміз Майсата сушиға заказ берген болатынбыз. Қарасаңыздар, Майсата сушида тек суши пиццалар емес, балықтары, неше түрлі мынандай соустармен, пияздармен, қараңыздаршы, бәрі аппетитный, өте керемет. Үйлеріңізге де тапсырыс берсеңіздер болады. И общем, барып жеймін десеңіздер де филиалдары бар. Астана Майсата суши деген белгілеп кететін боламын. Ал бізге ас болсын. Тикайды кіргіз жердікті сәтикке Диас маған кофе алып беріп жатыр. Жаңа қаланнан ақшасын алған. И маған нақта латте әкеп берді. Қандай күшті да? Балаң саған олдай шәтетіп жатыр. Асығында отырым кофе. Отырым кофе вообще күшті дейді. Енді дәл сабаққа барамыз. Мен балам айтым ғой, қаланнан әйтеуір ақшасын табады, өзіне жаратады. Қанша теңге шығардың? 5000. 5000 теңге. 5000 теңгесін шығарып, кофе алып қалғаны өзіңе на карманные расходы. Бәріне сәлем. Бүгін жұмыс бабымен қала сыртына кетіп бара жатырмын. Ал бісміллә деп жолға шықтым. Құдай аман жолын берсін. Таксиім де міне келіп қалды. Сәлеметсіз бе? Ой, рахмет, шүкір, жақсы. Бісміллә деп шығайық. Демалуға кетіп бара жатсыз ба?
жоқ, жұмыс бабымен. Жұмыс қой біздікі, бірақ демалыста негізі кейде керек. Автобиография. Қалдарыңыз қалай? Бүгінгі күндеріңізге сәттілік. Түркістаннан барлықтарыңызға жалынды сәлем. Кеше, Тұранмолда кинодан шыққан кейін былай киім көрген ғой, сол кезде құлағымдағы бір сырғам жоқ, қақта тұспаған білмеймін. Сонымен Тұранмолға барып, сол жерді көп. Қазір үйге бара жатырмын, үйге барып, шкафтарымды тағып көретін боламын. Мен сияқты жоғалып жүретіндер бар ма? Қалайсыздар? Бір сырғам табылмады. Сыйлық еді, негіз табылып қалар енді. Бірақ енді басқа сырға алу керек. Өзіме қатты ұнайтын еді осы сырға ше. Жайремдегі әпке сіңілдерімнің сыйлығы еді. Ничего табылып қалар, болмаса басқасын аламыз, тура осындайын.